шыға берсін барлық шәкірттеріміз. Арабтарда сөз болған. Балаң дейді, басқа біреу Фатиха сүресін үйретпей тұрып, өзің бірінші балаңа Фатиха сүресін бір сөйлеп дейді. Оның себебі дейді, 5 уақыт намазда Фатиха сүресін 32 рет оқу дейді, 31 оқу дейді. Сонда сауаптың көп үшін жаңағы ата-ана сөйлетін болса, сауаптың көп үшін ата-анасына деген ғой. Сол үшін бірінші баланың ұстазға білмей тұрып, бірінші Фатихаға өзі біліп, одан кейін барып ұстазға барады. Сонда сауаптың көп үшін ата-анасына білмейді. Ал енді үйретпей ұстазға барсаңыз, сауаптың көп үшін ұстазға білмейді. Сол үшін арабтардың сөзі. Сосын бір хикаяны айтып берейін сіздерге, мынау Өзбекстанда Рахматулла Қары деген кісі болған екен. Рахматулла Қары деген үлкен қари болған. Қазір де қайсы көп бірақ мен интернетте уағыз көп дейді. Құран оқыған жоқ екен. Бұлбұл Қары дейді да Өзбекстанда. Бұлбұл Қары. Бұлбұл Қары деген дауысы өте керемет. Құранды өте керемет оқыды қырағатпен. Сол кісінің несін айтып береді, жаңағы кісі өзі айтып берген. Сол жаңағы Құран жаттаған қари болған. Сол неғылды? Бір күні бір қалаға сапарға шыққан. Сапарға тосқан адамдардан шығып, қаладан қайтып келе жатып дейді. Машинамен келе жатқан, машинасының ішінде бала шағасы болған екен. Күн қатты ысыған екен, сонымен бір канал бар екен, канал жағы тоқтайды. Тоқтайды да жаңағы кісі күн ыстық болғаннан кейін суға түсуға дейді ғой. Балдарына айтқан, мен қалай шомыламын, қазір басыма қалай сүңгеймін. Тарих тамашалап отырыңдар дейді ғой. Сол ана кісі шешініп жаңағы неғып сөйтіп суға келіп сүңгіген ғой. Қатты жүріп сүңген. Сол балдар тамашалап отырған ғой, әкесі болған, әкемнің қатты сүңгей деген суға қатты шомылып деп тамашалап отырған. Сонда жаңағы суға сүңген кезінде, судың астына түскен кезде бір ізгеніп қалған ғой. Ағаш па, бір ізгеніп қалған дейді. Аяғыма, қолыма, киіміме іліп қалған ғой. Сол шығамай қалған ғой жаңағы. Сол үшін ағып не алады, әрекет жасап болмайды, шығамай қалады. Сонда жаңағысы дуа қылған Аллахқа, судың ішінде тұрып дуа қылған дейді. Өліп барады жоқ, өледі, ажал жақтап қалып жүреді. Жаңа әрекет қылмаса өлейін деп тұр уже. Әрекет қалды мына кісі. Сөйтіп ішінен дуа қылады ғой. Я Алла, осындай маған осындай 30 пара Құранды жаттау нәсіп еттің. Енді 30 пара Құранды ешкім үйрете алмай өліп кетемін ба дейді ғой. Осы маған қайтып мүмкіндік бер, аман қалай деп жаңағы мына бәлен құтқар дейді ғой. Ішіне дуа тілеп Аллахтан тілейді. Сөйтіп жаңағы Аллах Тағала сол кезде бір нені жібереді. Неге білейді бірақ бір қол келіп дейді да, мына желкені ұстап дейді. Желкені ұстап алып дейді да, жағаға лақтырып жатыр дейді. Жаға ұшып түскен дейді, жантақтарға ұшып түскен дейді. Түсіп жаңағы үстін бар несін қағып сөйтіп кейін күйіп кетті дейді. Сол неге білмейді дейді, періштен ма айтып бір нәрсе жіберді ғой. Сонда қараңыз, Құран жаттаған пайдасы дейді, бір өліміне қараған екен сол кісі. Құран жаттаған несінің себебімен Аллахтан дуа қылды, я Алла, 30 пара Құран жаттап маған нәсіп еттің, қари болдым. Енді осы үйренген Құранды ешкім үйрете алмай, тақыртамын өліп кетем ба дейді ғой. Осы 30 пара жаттаған Құранды құрмет үшін мені мына өлімнен құтқарып берді, дуа қылды үшін. Сонда Аллахқа сол нені құтқарған екен жаңағы. Сөйтіп аман қалған екен жаңағы, айтады жаңағы арасында. Енді қараңыз, ол кісі жаңағы қатаяды, видеода көрсетеді не де. Қатайған кезде жаңағы Аллахтан ауру біледі ғой. Сөйлемей қалды жаңағы. Сөйлемей қалды, сөз айтамайды екен де, сөйлесе жаңағы үзіп тіндігенбей сөйлемейді. Бірақ Құранды оқығанда кәдімгі сауатымыз оқи береді екен. Құранды оқығанда кәдімгі келіп отырып береді. Зікір айтқан, тасбih айтқан айта береді. Бірақ сөйлемей қалды. Көрдіңіз бе? Құранның оқыған несі шарапаты жоқ. Неғылды Аллахтан сондай мүмкіндік берді ол кісіге. Қартайған